Бұрындары қыздар мен жігіттер кездескенде алдымен ұруын тегін сұрайтын еді. Қазір бір-бірімен танысса сразу жұмысын сұрайды. Қайда істейсің дейді. Өйткені үйдегі ата-ананың сұрағы сол. Үйленем десе, қыздың әкесі қайда істейді дейді. Бір қыздың әкесімен тұратындай бірге. Ана қыз айтса, күйеуге шығамын десе, айтады. Күйеу бала қайда істейді дейді. Күйеу бала Қазмұнайгазда істейді десе, ертең келсін құдалыққа дейді сразу. Айырылып қалмау керек та. Күйеу бала бизнесмен десе, арғы күні келсін дейді. Ал егер күйеу бала мұғалім, студент, анау мынау болса, қызым сенің ақылың бар ғой дейді папасы маза. Кішкене жас шықсын, үйдің ішіне ремонт істеп алайық, ана сіңілің оқуын бітірсін, ана бала армиядан келсін, сен ақылың бар ғой деп созатты. Бір бизнесмен тауып алады деп ойлайды ойдың, по-моему. Менің қатарлас қыздар бар шығар залда, 79, 78, 77 жыл қыздар, кезінде осыдан 10-15 жыл бұрын күйеуге қалай шығып кетті, ана жігіттің телефоны бар деп шығып кеткен бір. Сотовый телефоны бар деп. Ол кезде сотовый телефон кәдімгі крутой болып көрінетін. Жігіттердің өздері мына жігіт чехолға тағып қойып, бүйтіп жүретін көрсетіп бар. Мен ана телефоны бар деп жүретін. Сол күйеулері қазір телефонмен әлі жүр. Осыдан 5 жыл бұрын машинасы бар деп күйеуге шығып кетті кейбір қыздар. Сөйтсе ол ағасының машинасы болып шықты. Немесе біреудің шофері болып шықты да. А қазір қыздар ақылды. Машинаға отыра ма, сразу техпаспортын қарайды. Машина кімнің атында деген соң. Үйіне барса домовой книжкасын сұрап алады. Ақылды қазір қыздар. Мен мына залда әкелеріміз, аналарымыз отыр. Мен сол кісілер таң қаламды. Кезінде үлкендердің батасын алып кетті. Өздері білмейді қайда кетіп батырған. Кетіп кетті, үйден шығып кетті. Қол ұстасып бірге. Хрущевский домдар деген болатын. Жатақхана, бір жаңағы жай бір коммуналкаларда бір кішкентай бөлмеде тұратында екеуі қол ұстасып бірге. Алғаш қалған плиталарыңыз қандай ыстық еді сіздерге. Сол плитаға қарап отыратынсыздар бейді. Өйткені бірге алдыңыздар да, үстіне қоятын ештеңе жоқ болса да ыстық болып көрінетін. Алғаш қалған холодильниктарыңыз, соған қарап отырасыз. Телевизор алғашқы көрсетпей, бір жылдап тұрса да соған қарап отыратынсыздар. Өйткені ыстығы мен суығына төздіңіздер. Ащысы мен тұщысына. Қазір міне қараңыздар, қалай керемет бірге отырсыздар. Мен өзім таң қаламда жұрт Астанаға жұмыс істеп келіп жатса, мен келісімен үйленіппін де сразу. Бір үйленбей қалатындай. Мен айтайын деп отырған жоқ, мен әйелімнің әке-шешесіне таң қаламда сол кезде. Не жұмыс жоқ, не күй жоқ, не диплом жоқ. Маған қызым бере салғанда бейді. А қазір отырып айтады да, мәсе мынандай болатын кім ойлаған дейді. Өйткені мен ойлаймын, байлық, ақша бүгін бар, ертең жоқ. А басқа берген бақ, ол ешқашан таймайтын секілді ағай. Ойым сол, ұл қыздарымыздың бағы таймайды.